Смешанный болу керек, по-моему. Ассаламу алейкум. Міне, машалла, американо деген өрік. Дәулен қарсаңызшы. Менің қолым кішкентай болып қалды. Машалла. Бір ас салған. Сол ас салғанның өзінде осындай қып дәу қып сап тұр ғой, машалла. Мынау сол американы өріктің екінші жылы мынау. Мынаның өзі бізге әдемі ғой. Үлкендер мындай қып салады екен. Осы өріктен ектік биыл, құдай қаласа біз. Келесі жылдар осылай нышан көрсетсе, Алла қаласа. Жол бойында тұр. Алла қаласа жылтыр өрік дейді мынау. Нұрлан ағамыздың бақшасы, машалла. Керемет екен мынау. Таза етті өрік екен. Күндеттері өріп бар. Керемет те, машалла. Аллахтың құдіреті. Бұлардан гибрид өріктер ғой. Тамыры басқа, үсті басқа. Хайуан талғанда. Керемет. Бисмилла. Нұрлан ағамыздың бақшасында жүрміз. Керемет, машалла мені. Алма қандай бұл сорты? Летний ғой, конфетка. Летний конфетка деген осы. Ранный. Ол әлі үлкейеді ғой, е? Қайда көп үлкейеді ғой. Ой, бұна астында тіреу екен онда, е? Тіремесе болмайды ғой. Тіремесе мына. Ят бойында тұр ғой сізге. Қазір мынандай ботақ осындай алма салып тұр. Керемет. Машалла. Машалла. Көз тимесін, машалла деп қойыңыздар. Сіздерге де жұғысты болсын осындай көшет егу. Бағбандар. Жаңа өрігіміз ғой міне. Алмадан да болып тұр ғой. Керемет. Жалпы жылда сатылымға шығарады мына өрікті негізі. Биыл бірақ сатылымға шығаруға аз болып тұр дейді. Дәл қазір енді шие бар, шие. Шие керек болса хабарласыңыздар. Теріп отыр қазір. Варени, компот жауам дегендер. Хабарласыңыздар иншалла. Мына өріктің екінші жылы ма, үшінші жылы ма? Бұл үшінші жылы міне. Жаңағы Американың, е? Қолындағы американ қазақ. Қолындағы осы Американың үшінші жылы. Керемет, машалла. Сенгі ертең осындай болып тұрейіз. Алла қаласа. Сізден не аламай қапсыз ғой, тәрбиелемей қапсыз ғой, е? Мен әдейі жібердім. Бұның бәрі практикаға. Қалай болады? Көріп отыр. Бір жыл кеседі, бір жыл кеспейді. Қалай болады екен деп. Практика. Керемет, машалла. Жаңа практика көріп отыр дедік қой. Енді қараңыздар. Мына басында 3 өрік салып тұр. Осы 3 өріктің көлемі қандай, е? Енді мына жалғыз тұрған өріктер мына. Яғни міне жалғыз тұрған өріктердің көлемін қарасаңшы міне. Көрдіңіздер? Жалғыз тұрса осындай болады екен. Биыл салқын ұрып түсіп қалды ғой. Бірақ аз тұрғанымен сол көп салынған өріктің объемын береді дейді. Мына қарайшы. Мына өрікпен бірдей өрік кетті. Машалла. Мына жерім бәрі бау-бақша. Мына жерге магазин салса болады еді. Нұрлан ағамыз бірақ бау-бақша қылып қойған ғой. Кәсіпке жоқпыз дейші. Тазасы.